Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін кастрөлді осындай Фаберликтің средство для чистки духов гибрид деген средствосымен мындай кастрөлді ағартып көреміз. Мен қазір кішкене жақтым, тағы да шет жақтарына жағу керек. Тамаша жаға берейік. Бес 10 минут күту керек екен бұнда. Осылай қойып қоямыз да, қазір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сосын жуамыз. Күтейік 5-10 минуттай тұра тұрсын. Неке соның өзінде, осылай жаққанның өзінде неке майлар кетіп жатыр, шығып жатыр.
Thank